Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге мен Дауранбек Гамер. Мен бүгін достар жаңа ауылға көшіп келдім. Көшіп келгенде енді таудым достар. Просто енді көшіп. Жақта жасаймын енді мысалы бір зонада не қылып жатырмын, виживать етіп жатырмын, просто так ашып. Сосын андай немді үй соққан жерін тауа алмай қалдым, сөйтіп іздеп жүрмін, андай не тауып алдым. Мұхитты аралап жүрмін, ауыл тауып алдым. Кузнеца кеттік. Айтқанша достар, менде 22 булыжник, железный меч и еще көріп тұрғандай менде полный сет бар, бірақ көйлек деп айтсақ, киімім кожа, штаным железный, носкиім алмазный. Алмазнийді алдыңғы ауылда бір кузнецадан тауып алдым. Бас киімді железный, оны өзім соқтым. Так, кузнеца. Ой! Тяги бак. Бұзып алу керек бізге. Алынды. Достар, қайығымыз айырып қалайын деп қой. Изумруд, железный кирка, 4 железа. Бізге обсидиан керек емес. Алда уақытта портал соғат жамыз, енді қазірге керек емес бізге. What? 2 ма? Достар, көріп тұрғанда 2 ауыл қосылып кеткен ма? Сондай бір гигантский ауылда 2 және 2 кузнеца тағы. Кеттік, онда аламыз. Менде айтқанша су жаңа топор бар. Так, бұдан жақсылықта шықпен жар. Айттым ғой. Саты ауқат шықты достар. Қалған тұра берсін. Енді маған сразу ағаш тауып етіп үй салып кету керек достар. Или да бір үйде тұра саламыз ба? Жасай саламыз ба? Үйге тартып алып. Әйтен әйді жасайық. Бізге біреуге хабарласып көречей. Сөйт сатып аламыз ба? Еш жоқ. Пустой ғой үші. Соған қарағанда еш жоқ деген ойдаман. Кеттік, онда ағаш тауып етіп қайтақ бірінші. Верстак. Так, бізге бірінші орында печка. 2 печканы жер қоямыз. И сандық керек бізге. Так, сандықта қойылды. Енді бізге кроват қойсақ, и пустой болады. Пустой болғанда. Давайте надан жасап тастақ. Отыратығын мына бір жерде маға. 1, 2, 3, 5. Біреу жақсы тұра берсін біреуі. Так, менде бір идея бар достар. Лайфхак. Мындай не бақта палычка. Табличкаге ол палшы деп қойған. Не достар? Нормальный болады зато. Енді бізге полублок жасау керек. 12 шықты. Кроват қай жерге қоямыз енді. Әйте, жер қояқ. Жерде негізінен қате қойдық біз ше достар. Енді бізге керексізлер салып тасақ өту керек. Алдыңғыда көргенізде өліп қаламыз. Өліп тасақ содан 4 железа, 3 нам бар екен. Так, оқлардан керек жоқ, бізге тек алмазный меч керек. Біздің мақсатымыз қой өлтіру. Так, достар, бізде 3 шерст бар, қалған ертең тауамыз. Так, төсек бар енді бізде. Үй ұйқыладық ал достар. Түнгі ұйқыға кеттік. Все, бізде таң атты. Енді бізге төсек тауы керек. Зомбилар күтіп тұр мен үйдің алдында. Өлді достар.
Tavuk. Berke aldığın bölümde seni tav almaya kıynalıp emmen. Şey balamız, şeyki bolsa da. Tavuk çürttüğü jerde öldürüp tasa gerek. Mesela. Oybay, bәрбір кетті ғой. Ал жұрттан жұртты. Mesela. Енді бізге қармақ соқсақ болады, достар, сөйтіп балық аулап пісіріп жесек болады. Бізге қазір қой іздеу керек. Уа, крипер. О, отравленный упал. Знаете, нам біреуін саламыз да, сөйтіп жасасақ боламын көреміз. Болады екен, достар, любой шерстке. Бізде енді бір шерст ауысты. Так, бізге қармақ соғып алу керек. Бізде 3 балқы бар. Не қармақ соғып алдық, достар. Так, енді бізге барып, балық аулап дегендей бір затлар істеу керек. Одан алдым болса ауқат жеп алу керек. Ауқат жеу үшін ауқат пісіру керек, пісіру үшін отын керек. Біз отынға ағашты пайдаланамыз сейхіне. Стейк, достар, стейк. Все, пісті, достар. 6 ағашты ауысып қалды, бізде кеттік. Ауқатымыз бар, енді балық аулаймыз. 5 hours later. Все, достар, көріп тұрғанымыздай арадан уақыт өтті. Почти 5 сағаттай уақыт өтті. И менде сондағы 3 балық 5 сағаттың ішінде, достар. Негізі көпсін ұстай алмай қалай едім, бәрі қашып кете берді. Жақсы, енді не дейміз енді. Так, енді бізге... Давайте ана табличканы аламыз да, енді ғана жазбай-ақ, Дауранның үйеді. Алдыңғы бөлімдегі етіп. Дауранның үйі. Все. Енді бізге ауқатларды пісіру керек. Ал керек емес сатылар салып тастау керек. Әзірше керек емес, қармақ та керек емес. Бірақ бізге блоклар керек, ағаштар. Негізі көмір табу керек, достар. Біреуін сақпайық. Біреу ақша жетеді бізге. Болды. Біз тамақlarımızды пісіріп алдық. Все, достар, бүгін видео қысқа болды, бірақ сонымен бүгінгі видеомызды тамамлаймыз. Видео жақса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз, ал біз тамамлайық.